Мен Ақтөбе қаласы номер 19 орта мектебінің 10 Ә сынып оқушысы Әбсәлім Аружан. Міне, ұлы жеңісіміздің 75 жылдық мерейтойы да көктемнің шуақты күніне келіп отыр екен. Құрметті ардагерлер, сіздерді мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз, және де сіздерден үлгі өнеге ала отырып, есімдеріңізді мәңгі жүрегімізде сақтаймыз. Еске түссе, сол қасірет, сол жылдар жүректерді дірілдетіп ойсалар. Бойласақ тереңдетіп түбіне, ашылмаған сырлар жатыр бұл сөзде. Қанды шайқас, есте әлі бәрі де, батырлардың даңқы ісі әр жерде. Аманаттап армандарын ақтанға, кетті ұшып ағарманның жолында. Қан майданның жарасы әлі жүректе, біледі жұрт, таниды оны әр кезде. Айналған ақиқаттың туына, қаһармандар, батырларым әлбетте. Аналарым айрылды ұлынан, аруларым айрылды жарынан, қанша жанды жетім қылып өсірді, қасіретті соғыс сөздің зардабы. Айрылса да талай батыр ұлдардан, кездессе де талай қиын сындарға, сенімменен, үмітпенен күтетін, естілетін асқақ жеңіс ұранын. Міне, атты азаттық ақтаңы, ұмытпаймын, мәңгі есте алады. Ерлікпенен қаза тапқан шайқаста батырлардың еренісі жырланды. Жас ұрпағым, жас буыным қарайла, өткен шаққа, тарихтың терең қойнына, кешек өткен дүлдүлдердің ерісін, ерліктерін дәріптейтін сен ғана. Сыйлауларды құрметтеп шынға теңеп, жырлар жазшы арыстанға оны теңеп, шалқып жүрген осы күннің арқасы, қаһармандар, ардагерлер еңбегі. Оңайлықпен келеді деме осы күн, қан төгіліп жаста ақты көзден мың. Ардагерлер аман жүрші әр кезде, айналған жеңіс тойдың себебіне.